Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдардың негіздерін қолдану базалық модулінің құрамындағы мәдениеттану пәнінен кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы антикалық мәдениет. Сабақтың мақсаты антикалық мәдениет нысандары және түрлері тарихы туралы білімдерді қалыптастыру. Антикалық кезең деп аталатын ежелгі грек және Рим мәдениетінің әлемдік өркениетте алатын орны ерекше. Антика көне, ежелгі, қадым заман мағынасын беретін антиквус деген латын тілінен шыққан. Бұл мәдениеттің негізін қалаушы гректер өздерін эллиндер деп, ал елдерін эллада деп атаған. Бұл мәдениет адамзаттың бұдан кейінгі мәдени дамуының тамаша үлгісі болып табылады. Бірінші кезекте ежелгі Грекия мәдениетіне тоқталайық. Ежелгі Грекия мәдениетінің тарихи түрлерін ғалымдар 5 кезеңге бөледі. Ежелгі грек мәдениетінің бастауында біздің заманымызға дейінгі 3-2 мыңжылдықтарында Егей теңізі бойын мекендеген тайпалардың өркениеті жатқаны белгілі. Біздің заманымызға дейінгі 2 мыңжылдықта Егей мәдениетінің аса маңызды орталықтары Крит аралы мен Пелопоннес түбегіндегі мекен болғандықтан Егей өркениетін Крит мекен кезеңі деп атайды. Келесі, біздің заманымызға дейінгі 11-1 ғасырлар ұлы Гомердің атымен Гомерлік немесе мифологиялық кезең деген атқа ие болды. Атақты Илиада мен Одиссея поэмаларының тууымен байланысты болды. Бұл поэмаларда басты назар құдайлар мен батырларға арналған жырлар, аңыздардан тұрған. Бұл жерде сондай-ақ гректердің Троя соғысы, Итака елінің патшасы Одиссейдің оралуы туралы жырланады. Біздің заманымызға дейінгі 8-6 ғасырлар аралығындағы кезең архаикалық деп аталады. Ерекшелігі рулық құрылыстың ыдырауына байланысты полистер, мемлекет, қалалар қалыптаса бастайды. Бұл қала азаматтары жер өңдеушілікпен айналысып, кімнің жері көп болса, сол қаланың құрметті азаматы болып саналған. Бұл полистерде еркін азаматтар мен құқығы жоқ құлдар қатар өмір сүрді. Қалаларда теңдік пен бостандық туралы заңдар қабылданып, алғашқы демократияның негізін осы гректер орнатты деп айтуға келеді. 4-ші кезеңіміз классикалық кезең. Бұл толықтай құлдық қоғамның орнығы полистік демократияның дамуы грек елінің экономикасының, саяси және мәдени өмірінің күрт өсуіне алып келген болатын. Афины қаласы бүкіл грек елінің ең ірі мәдени ошағына айналды. Қаланың 200 мыңнан астам халқы болған және 10 мыңнан астам үйлер болған екен. Афинымен қатар аса ірі полистер болған Спарта, Аргос, Коринф сияқты полистер салынған болатын. Келесі кезеңіміз эллинизм кезеңі деп аталады. Бұл құл иеленушілік қоғамның соңғы аяқталған кезеңі. Ежелгі гректер мәдениетінде 4 жылда бір рет өтіп тұратын құдайларға, яғни Зевске, Аполлонға, Посейдонға арналған спорт ойындары өткізілетін. Олимпиада деп аталады. Бүгінгі күнде де өз жалғасын табуда десек деп айтамыз. Біздің заманымызға дейінгі 5-4 ғасырларда сәулетшілердің, мүсіншілер мен суретшілердің сәулет өнеріндегі туындылары барынша дамыды. Басты көрсеткіш ретінде колонна бағаналар орын алған болатын. Грек сәулет өнерінің басты жетістіктері ғибадатхана салумен байланысты. Сол замандағы антикалық сәулет өнерінің шыңы ол Парфенон ғибадатханалары болып саналады. Оны сәулетшілер Иктин мен Калликрат салған. Храм ішінде мүсінші Фидийдің жасаған Афина мүсіні орналасқан. Оның биіктігі 13 метр болған. 900 жылдай тұрған мүсін Парфенон қирағаннан кейін талап әкетілген. Парфеноннан анағұрлым үлкен біздің заманымызға дейінгі 560 жылы салынған Артемида ғибадатханалары болғаны белгілі. Атақты Фидийдің қолынан шыққан туынды Зевс мүсінінің биіктігі 13 метр осы ғибадатхананың ішінде орналасқан. Сонымен бірге әлемнің 7 кереметінің бірі Егей теңізіндегі Родос аралығында күн құдайы Гелиосқа арналған 37 метрлік колостың қола мүсіні болғаны белгілі. Құрылысы 12 жылға созылған бұл мүсінге 13 тонна қола жұмсалған. Бұл ғажайып туындылар жер сілкінісі кезінде қирағаны мәлім. 1820 жылы Милос аралында табылған ескерткіш Милос Венерасы. Бұл бейне қазір Парижде Лувр
мұражайында сақталған. Гректерде мүсін өнері ерекше дамыды. Атақты мүсіншілер Фидий, Поликоет, Мирон, Агисандр болды. Олар көбінесе философтардың мүсінін жасап, қалың ой үстінде отырған сәттерін мүсіндеді. Грек мүсіндерінің аз сақталуының себебі оларды соғыстар кезінде ұрлаған немесе қирап қалған. Ежелгі грек мәдениетінің маржаны философия болып табылады. Сократ, Платон, Аристотель, Протагор, Пифагор, Гераклит, Демокрит тағы басқа философтардың атақтары қазірге дейін жеткен. Адам мәселесін түсінуге ұмтылған грек философтарының көзқарастары бүгінгі таңда да өз мәнін жоғалтқан жоқ. Бұл дәуірде тарих атасы Геродот, грек медицинасын әлемге танытқан Гиппократ, геометрия мен математика саласында Евклид пен Архимед үлкен табыстарға жетті. Әлемдегі өнердің көне үлгісі ежелгі грек театрының орны ерекше болды. Трагедия сөзі, яғни гректің трагос сөзінен шығып, ешкілер әні деп аударылды. Алғашқы тас театр Афина амфитеатрына 30 мыңдай адам сиятын. Театрда белгілі мифология кейіпкерлері бейнеленіп, тек басы бос еркектер ғана ойнады. Элладаның ірі драматургтері Эсхил, Софокл, Еврипид және комедия атасы Аристофан болып табылады. Гректердің Италия деп атаған Аппенин түбегіндегі ең көне мәдениет болып этрустар өркениетінің дамығаны белгілі. Этрустардың мемлекет қалалары құрылып, мәдениеттің гүлдену шегінде олар Италияға жеткені белгілі. Этрустар Италияға қоныстанып, егіншілік пен кәсіпкерлікті, металл өңдеуді, керамика мен зергерлік бұйымдар жасауды, құрылыс техникамен айналысуды жетік меңгерген. Біздің заманымызға дейінгі 4-ші ғасырда этрустардың мемлекет қалалары қақтығыстар себебінен әлсіреп, оларды Рим өз қол астына бағындырып, жаңа саяси орталыққа айналды. Римнің пайда болуы біздің заманымызға дейінгі 753 жыл деп есептеледі. Барлық Италия жерінде өз үстемдігін жүргізген Рим бүкіл эллинистік әлемнің мәдени орталығына айналды. Рим өз тарихында 3 кезеңді бастан кешірді. Патшалық кезең, республикалық кезең, империялық кезең. Рим мәдениетінің ерекшеліктеріне тоқтала өтейік. Рим әдебиеті мен өнерінде әр алуан жанрлар туындады. Римдіктер латын тілінде сөйлеп, грек тілінде үйреніп отырған. Біздің заманымызға дейінгі 1-ші ғасырда Рим мемлекеті республикадан империяға айналды. Осы кезең Рим тарихында алтын ғасыр деп сипатталады. Рим мәдениетіндегі риторикалық өнердің қалыптасуы мен дамуына әлем ойшылдарының бірі философ, заңгер, жазушы, аудармашы Марк Туллий Цицеронның қосқан үлесі зор. Ол риторика мен философияны байланыстырып, мемлекеттік қызметке қолданысқа енгізгісі келді. Рим империясының ғылыми орталықтары болып, Рим, Александрия, Афина, Карфаген саналды. Рим ғылымының тарихында Птолемейдің, Галеннің, заңгер Сальвий Юлианның ғылыми жетістіктері жүйеленген. Империя кезеңде императорлардың көңіл көтеру үшін гладиаторлар шайқасы ұйымдастырылған. Гладиаторлар негізінен құлдар болды. Олар арнайы мектептерде дайындалды. Оларға арнап 50 мың адам көрермен бола алатын амфитеатрлар салғызылған. Жалпы римдіктер тарихқа даңқты құрылысшылар болып қалды. Амфитеатрлар, цирктер, стадиондар, император сарайлары, қамалдары Римнің ұлылығын сипаттаған. Сонымен бірге мүсіннің түрі тогатус қалыптасты. Онда тога немесе туника римдіктер киімін киген шешен мүсіні бейнеленді. Империя кезеңінің соңына қарай, 3-5 ғасырлардың соңына қарай, Рим мемлекетінің басқару формасы өзгереді. 395 жылы Шығыс Византия империясы астанасы Константинополь, ал Батыс империя астанасы Рим болып екіге бөлінеді. Бүгінгі өткен тақырыбымыз бойынша қосымша мәліметті интернет желісі арқылы сілтемемен алуларыңызға болады. Бүгінгі тақырып бойынша бақылау тапсырмалары орындап Платонус платформасына жіберулеріңізді сұраймын. Орындалған жұмыстарыңыз бағалау критерийлері бойынша бағаланады. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.